Жаратылысы нәзік болса да қайсарлық, көзсіз ерлік бойынан табылған Әлия мен Мәншүктің есімі ел есінде. Бұл екі қайсар қыз қазақ халқы үшін қашанды мәртебелі. Әлия Молдағұлова 1925 жылдың 15 маусымында Ақтөбе облысы Қобда ауданында дүниеге келген. 8 жасқа келгенде анасы қайтыс болып, нағашысының қолында бой жетеді. 1942 жылы өз еркімен майданға аттанып, Мергендер мектебін үздік бітірді. 1943 жылы снайперлер дайындау мектебін аяқтап, соғысқа араласады. Соғыс алаңында жау әскерінің 30-дан аса сарбазы мен офицерінің көзін жойды. 19 жасар Әлияны майдандастары шығыс жұлдызы деп атаған. Батыр қыз 1944 жылы 14 қаңтарда Псков облысының Новосокольники ауылында қаза тапты. Бейбіт болашақты орнату үшін тәуекелге бел болған батыр қыздардың қатарында Мәншүк Мәметова да бар. Ол 1922 жылы Орал облысы Орда ауданында дүниеге келген. Ата-анасынан ерте айырылған. 1942 жылы тамыз айында өз еркімен Қызыл армия қатарына алынады. Аға сержант пулеметші Мәншүк ұрыстарда өзінің мергендігімен және тобында батылдығымен көзге түсті. Псков облысындағы Невель қаласы үшін болған кескілескен шешуі ұрыста Мәншүк артық демі біткенше пулеметпен оқ оратып, қаһармандылықпен қаза тапты.